Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Бізде бүгін Қызылорда қаласында қала күніне арналған шаралардың біреуі 40 қазан палау деген шара болып жатыр. Соған келдік семьямызбен. Кәнекей. Ақтасын не? Отыр. Көршіміз Айжан. Ақта? Ал енді 40 қазан палаудан ауыз тиеміз ба, тие алмаймыз ба, бірақ енді оны Құдайдың өзі біледі. Мына жерде енді құжынаған халық ағылып жатыр. Көреміз енді келіп жатырмыз, кірейік ішке қарай. Мағанда, саған оғанда, татулы керек адамда, жан-жағым тума-туысың, мағжаным тез аман ба. Қала күні құтты болсын. Бірге басып жақсы. Палау басып атқан жоқ. Қымыз шығар. Қымыз бар ма? Кесе қымыз бар. Ол күні 11-де ашамыз. Енді ашыла ма? Ой, қалай амасың? Жадайыңыз ғой? Шүкір, жақсы. Сен ауыл келіншектер ма? Айжан! Жаңа сомайым. Оң болсын, керемет шара болып жатыр екен. Мәдениет бөлімінің басшысы Жақпар. Арайын төгіп аспаным, араласында жел-жерді, асылманы олдастарым, сағынып жүрмін сендерді. Халықтың бәріне сатып бергенде жетпейді ғой, иә? Жетпейді. Ана қарай өту көріп еді, әрман қарай. Төр кеттік. Ерекше жалтырап тұр. Сәлек жақ. Жоқ, ана қауын емес, бұл шын қауын емес, сувенир ғой, пластмасс. Майлақ қойып сыртын. Әдемі көрінеді екен, Шара біткеннен кейін жеймеген осыны. Сыр елі берекенің ақ бесігі деп аталатын шара. Бұл шараның ерекшелігі 40 қазан палау асылып, халыққа таратылады. Яғни палау басатын адамдардың, палаушылардың жарысы деп айтып жатыр. Қызылорда қалалық мәдениет бөліміменен Абай Дәулет жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің ұйымдастыруымен болып жатқан шара. Халық өте көп. Қалабың қоң болсын. Аумин, рахмет. Қалауыңыз өте дәмді болып, бәріне ұнап. Жүлде келдіңіз. Аумин, рахмет. Кеше айтуы бойынша осы палаушылардан жұлдыз шығарамыз деп жатыр ғой. Жақсы. Мақсаттарының бірі сондай екен. Иә, ондайды айтып біз енді идея бойынша палаушылардың несін шыға көтерейік деп, дәрежесін көтерейік деп, сондай осындай іс-шара өнетіп. Ол Қазақстан бойынша енді бұл Қызылордада істеп жатыр. Бұны енді Гиннестер рекорд кітабына қоямыз ба деп дегенде ұсыныс шығарды бұнда. Өткенде бір рет айтқанда заяп тастадық дейді, өтініш тастадық дейді. Егерде не қылса, ол енді кеш болып қалып дейді. Енді сонда да көріп енді бұны жаңағы видео отчет дейді, сонымен істейміз деп. Палауыңыз қалай енді? Өзіңізше жақсы шықты ма? Енді бұны дайын тұр ма? Дайын тұр, мен палауым дайын тұр, бірақ енді бұны бағасын жюри мүшесі береді, сосын халық береді. Сіздің палауыңыздың басқалардан ерекшелігі неде деп ойлайсыз? Мәссаған. Мен палауым ешқандай ерекшелік жоқ. Бәрі бірдей. Талап бәрімізге бір қойды. Талап бәрімізге бір қойылды. Ешқандай анам специя жаңағы ондай қосылмайды. Тек сәбіз, күріш, ет,
үстінен ғана басасыздар деп сондай талап қойды. Барымызда бір талап, заң бір талап, дәмді шығару. Сәндуичтер қоспайсыздар, иә? Сәндуичтер қосылмайды. Өйткені бұл Қызылорданың күріші, біздің жаңағы өзбектің күріші, өзбектің палауы емес, мынау Қазақстанның қазақтың палауы деп. Сіз газбен пісірдіңіздер ма? Иә, газбен пісірдік. Жоқ, біз газбен пісірдік. От жаққандар да бар ма, брат? Жоқ. Бәрі газбен. Дұрыс аға, сала болыңыз. Амин, рахмет. Есім Ғабит Кәдірбай болады. Күріштің қадірін қазақ даласында сыр елінен артық кім білген. Егер сіз жаздың ыстық аптабында сол ыстықтан жер танабы қуырылған сұрғылт далаға барсаңыз, сол даланың өртесінде толқып жатқан көкшіл теңізді көрер едіңіз. Сәл жел тұрса теңіз толқиды, бірде шалқиды, тағы бірде тулайды. Оны сіз шын теңіз деп қалмаңыз. Ол күріш айдыны, күріш алқабы. Мейірі түссе, ол саған дәннен тау тұрғызып береді. Ала білсең, асыл қазынаға кенелетін алтын сандық. Көңілінен шықсаң, ол сені бір жаздақ байытып тастайды. Күріш дегенше, ырыс десейші. Ыбырай Жақаевтың күріш жайлы толғанысынан. Бекжан Ержігіт деген. Істейші доймейді. Өстештің шебері деп айтып қойсаңшы. Мен құтты болсын. Тамаша шара болып жатыр ена жерде, иә? Айтпаңыз. Қалай керемет, әсер қалай? Әсер өте керемет. Палаудан дәм тартқың келіп тұр ма? Ой, палаудың дәмі бөлек сияқты. Жылқының етінен жейін деп тұрмын енді. Айтып палауларына. Палауға ма? Төрт қатардан. Ол тұрған жоқпын арманға жетейін деп, тұрғанмын сәл биікке беттейін деп. Өйді. Қырық қазан палауды асып жатыр. Жүргем жоқ ақым болып өтпейін деп. Жегенде арманда ғой бұл палауды. Тұрғам жоқ өз-өзімді шектейін деп. Мен де сол палау жеуге келіп тұрмын. Ешқашан армандайынды кетпейін деп. Бекжан Ержігіт. Алесі. Жалпы қалай идея қалай 40 палау деген? Енді рекордтар кітабына енуге 40 палау деген түк емес қой. Өте керемет идея негізі 40 қазан палау деген. Мен ойлаймын, күріш шаруашылығын одан әрі қайта дамытып, Сырдарияның суын сора берейік. Жалпы Қызылорда күрішпен ғана Гиннестер кітабына енетін халықтардың біреуі ғой. Ыбырай Жақаев кезінде рекорд орнатты. Енді пісіруден рекорд орнатып жатыр. Құдай қаласа шамалы уақытта жеуден рекорд орнататжамыз енді. Ақындар, айтыс ақындары ғана негізі бізде бола беру керек. Палау басатындар да жұмыс болу керек. Ма сол жер ұнат палаушыларды жұлдыз қылып шығарады. Сосын барлығында бірдей талап қойған екен, ішіне дәмдеуіш қоспайсың да. Мен арнама сәлем қойдым. Ассалаумағалейкум. Бұл YouTube арнасы. Ғабит Кәдірбай YouTube арнасы. Ғабит жақсы ма бәрі? Жақсы. Мәссің жұлдыздары келіп Жағдай жақсы ма? Ассалаумағалейкум. Ассалам, қайсыңдар ағасың? Жағдай жақсы. Атақты Тұран тобы, Тұран триосы. Атақты Арқаз дуэтінің мүшесі, қазір жеке әнші, Мереке ансамблінің солисі. Ассалаумағалейкум ағай. Мереке баршаңызға құтты болсын. Қызылорданың тойы құтты болсын. Болды. Аса жазып қойып инстаграмыңды. Не бұл? Жалпы бүгінгі Абай Дәулеттің ұйымдастырып жатқан 40 қазан палауы елдің игілігінде жеп olsun десе. Үйіне тасып кетпейді. Үйіне тасып. Ассалаумағалейкум, құрметті қала тұрғындары мен қонақтары. Міне қала күніне өте керемет өтіп жатыр. Палауымыз да өте керемет болды.
шашпа бала болып жатыр. Әркімнің көңіл күйі өте тамаша. Әрдайым осындай қала күндері көп болсын, мейрамымыз көп болсын, еліміз тыныш болсын, жұртымыз аман болсын, осындай ризықтарымыз мол болсын. Аллах Тағаланың назарынан қалмайық бәріміз. Әрбірімізге шаңырақтарымызға осындай қуанышты күндер көп болсын. Ел жұртымыз аман болсын. 40 қазан палау қанша адамға жетеді? Алла қаласа енді әрбір қазанның өзі берекесі бар ғой. 40 қазанның өзі Алла қаласа бір 10 мың адам. Мына жерде қанша адам бар өзі кезде? 4 мың адамдай бар ма? 4 мыңнан көп. 4 мыңнан көп па? Алла қаласа 10 мың адамға жетеді деген ниет бар бізде иншалла. Аумин. Апа палау қалай шықты? Бұйырғанын көреміз, әлі ашқан жоқпыз. Ашқан жоқсыз ба? Енді асасыз ба не? Енді ашамыз. Ашқан жоқсыз ба? Ашқан жоқпыз әлі. Бұйырғанын көреміз, қалай болғанын. Сіз қай жақтан асып жатсыз? Мен Қызылорда Комсомол деген совхоздан. Комсомол Қызылжарма ауылынан, иә? Қызылжарма ауылынан. Бұйырғанын көреміз. Иә, бұйырсын. Жүлделі болыңыздар. Жарыс өте керемет. Палаушылар белсенді қатысып, таңғы сағат 3-тен бастап, 4-тен бастап ет салдық. Қазір енді шегіне жетіп тұр. 11-де ашылады деп, шамалы кешегін деп тұр. Басшылар енді шамалы сөз сөйлеп не қылады. Бірақ баршамыздың палауымыз дайын, баршасының палауы бір деңгейде пісіп, палаушыларды өте белсенді қатысып жатыр. Алла қаласа қазір дәмді палау ашылады. Баршасының көңіл күйі тамаша. Халықта күтіп бәрі осы жерде енді палаудың ашылғанын аса күтіп тұр. Сәттілік болсын баршамызға. Халық әйтеуір таласпай, кезекпен. Енді таласып жеген тамақ тәтті дейді, бәрі астың бірін-бірі басып қалмасын деп жатқанбыз. Бәрі тұр ғой, іс-шара, концерт істеме қызық емес тек. Бәрекелді. Бүгін қала күнде ұйымдастырылып жатқан 40 қазан жарысы өте күшті, бізге ұнап тұр, жақсы. 4 түлік малдың етінен жасалып жатқан палауларында көршіміз Дінмұхамедке бізге тілеп келдік. Сәттілік тілейміз. Олсын, жақсы болсын. Біз жақсы білеміз Димақанның жақсы палауының жақсы болсын. Жеп жүрміз, өте дәмді. Біздің көршілерімізде қолға тимейтін палаушымыз. Сәттілік болсын, жақсы болсын. Осы істің бәріне оң жақсылық тілейміз. Қаламызды жақсылық, аманшылық, біршілік болсын. Бәрекелді. Айтқандарыңыз келсін, палау дәмдісіз. Бірінші орын алып, елімізге танымал жұлдыз палаушы болсын. Ғабит Кәдірбай деген YouTube арнаға шығарамын құдай қаласа. YouTube арна. Ғабит Кәдірбай? Ғабит Кәдірбай. Қазанның қақпақтары ашылсын деп атақтан микрофонмен хабарлап жатыр. Ал көрейік. Ал Димаш, ол тамаша шыққан екен. Дінмұхамедтің 12-ші номерлі қазандағы палауы. Алла қаласа қазір 12-ші номерді табақпен комиссияға жібереміз. Бағасын солар беріп, жүлдені солар шешеді. Иә, түсіндім. Қандай ұжым? Водоканал ғой. Водоканалдың атынан ұжымдарын бірге істейміз. Алла жар болсын, Құдай ішкі жар болсын, қуаттасын дейміз. Жүлдеге бірдеңе тігіп жатыр ма? 150 мың негізі жүлде. Теңге ма? Иә. 150 мың доллар деп айтсақ енді бір түрлі қалады жаңағы. Бірінші орын алған палаушыға 150 мың теңге береді деп айтып жатыр мына жерде. Аз негізі. 1,5 миллион беру керек бұл. Қандай күріш мынау Димаш? Бұл лидер. Лидер? Лидер деген күшті. Ассаламағалейкум. Ұйымдастырушысыз ба? Жоқ, сен мені танымай тұрсың, иә? Солай болады өзі. Солай болады өзі. Камера қарап айтады, танымайды бұлар
Шынымен де танымай қалдым. Сіздің күріш қандай? Бұл да лидер ма? Иә, лидер. Бәрі лидер ма? Иә. Ағылшын әртүрлі ғана. Қалай әрқайсысының түстері әртүрлі? Иә. Бірақ рецепт бәрінде бірдей. Бірақ түстері әртүрлі. Мына қызыл болып тұр мына. Bir adamға bir бақсы. Мына да мына аппақ. Ағайымнан салауыңыз. Күріш деген аппақ болу керек. Бірақ бұл да лидер ма? Лидер. Лидер, иә? Керемет тамаша. Барлығы бірдей, бірақ та әркімнің қалау әртүрлі екен түстері. Сондай болып тұр, иә? Тез айдана. Болды. Димаштың пісірген палауы. Дәмін көрейік. Әдемі. Қасықтан жоқ. нөмірдегі Димаштың палауы тәтті екен. Бекжан бірдеңе дейді ғой аяқта тұрған. Бекжан бірдеңе дейді ғой. Өлең шығарып жіберді, мына ішіне салып қоямын бір. Шашыңды атып беремін дейді ме бірдеңе деп. Өлең шығарып жіберді ғой. Оу! Ғабекеңнің еңбегін танып кетем. Әуелетіп әніме салып кетем. PlayStation клубқа барған кезде жұлдыздай боп ерекше жанып кетем. Ұлағам мен Ғабекеңнің дауысынан ерекше бір әсерді алып кетем. Қайда ауыстырып жеңемін ғой, мен солай әуеніме салып кетем. Екі жаны өсіпті шаштарыңның, мен солай өлеңіме қарық детем. Бұл шара біткеннен соң песке барып, шашыңның айналасын алып кетем ай. От, мінекей. Апай, дәмін көріп жүрсіз ба? Әлде түсіне қарап дәмін көріп жатсыз ба? Дәмін көріп жүрмін. Еттің формасына, апарым білейін несіне қарап жүрміз. Қарым қатынасына, мінез құлқына қарайсыз ба оғанда? Жұмсақтығы, қаттылығы. Прямой жүрсің ба не? Прямой емес? Монтаж болады ғой? Қойып кеткен жоқсыз ба? Апай, 40-шы қазанға келген кезде дәмін айналмай қалмайсыз ба? Ассалаумағалейкум, сәлем бердіктер, амансыздар. Ас болсын. Сәлем берді апа, амансыздар ма? Олай мынау, блог тұрып жүрген, ютубермін ғой қазір мен ағайын. Менің университеттегі ағайым, кураторым, жолдас Баймаханов деген. Әрі сол қалпы. Мен кәсібен үлкен сияқтымын. Апам ба үйдегі? Оқушысымын ғой жолдас ағайын.
студентімін. Біз оқып жүрген кезде үйлендіңіз сіз, ә? Иә. Біздің бітіргенімізге біраз Сойған жоқсыңдар ма? Жоқ сойған жоқсыңдар ма? Үй жақылап. жоқ сойдық, иә. Ерлікпен алған палауымыз. Сөйлейік па, сөйлеймін ба? Дәмді болыпты. Қалай енді? Бүгінгі шара қалай өтіп жатыр, келіншектер? Шара жақсы өтіп жатыр. Ерлікпен 3 контейнер палау алдық. Баға берейік та. Үшеуінің ішінде қайсы жақсы? Бізге мына 12 қазан дедіңіз ба? Мен 32 қазанның палауы ғана айтқанмын, енді мынаудай емес. Мына 38 қазанның палауы бірақ не екен? Ішіне басқа дәмдеуіштер қосқан. Ол ережеге сай емес менің ойымша. Негізі енді дәміне қарағанда әкем. Көп рахмет.